Сондықтан достар, шаршап тұрғаныңызда шешім қабылдаңыз. Бір кісімен кездесуде отырғанбыз кешкі сағат 8-дердің кезінде. Ол кісі маған бір ұсыныс жасады. Мен үшін ол ұсыныс өте әдемі ұсыныс болып тұрды. Кәдімгідей маған бүйтіп $30,000 ақшасын қойып, азеке давайте келісейік деп айтты. Яғни бір нәрсе сатып алмақшы менен. Содан кейін мен бір 80-85%-ға келісіп тұрмын. Ойлап тұрмын, керемет сделка, керемет келісім, саған дәл қазір қолымда наличный $30,000 болады деп, керемет деп ойлап тұрмын. Бірақ осы оқиға есіме түсіп кетті. Энергиям төмен кезде шешім алды. Айттым, бәленше, давайте мен сізге ертең жауап берейін дедім. Сөйтіп таңертең оянғаннан кейін ойлансам, мүлдем маған тиімсіз бір шешім болайын деп тұр екен. Мүлдем маған тиімсіз шешім болайын деп тұр екен. Сондықтан мен таңертең ол кісіге отказ бердім. Өйткені ойландым. Сондықтан достар, давайте әдетке айналдырып алайық. Қатты шаршап тұрған кезде, қатты қарным ашып тұрған кезде, қатты ашуланып тұрған кезде шешім қабылдамаймыз, өйткені ол менің энергиямды сорады екен.